Сәлеметсіздер ме балалар? Бүгінгі сабаққа қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен 5-ші сабақ ер серігі тұлпары атты тақырыпты өтетін боламыз. Сабағымызды бастаймыз. Есіңе түсір. Бірінші тапсырма. Ауыз әдебиетінің түрлерін атаңдар. Халық ауыз әдебиеті: батырлар жыры, шешендік сөздер, жаңылтпаш, мақал-мәтел, ертегі, аңыз, айтыс және де тұрмыс салт жырлары болып бірнеше топқа бөлінеді. Сабағымызды ары қарай жалғастырамыз. Батырлар жырының тақырыбы елді, жерді сыртқы жаудан қорғау. Оның басты кейіпкері батыр. Батырдың тұлпары ең жақын серігі. Халық арасында осындай көлемді жырды жатқа айтатын жыршылар болған. Екінші тапсырма: 3-ші сыныпта оқыған батырлар жырының кейіпкерлерін ата. Балалар, біз 3-ші сыныпта батырлар жырының кейіпкерлері ол қобыланды батырлы оқыған болатынбыз. Түсініп оқы. Тайбурылдың шабысы ықшамдап алынды. Бұған қобылан қуанып, шырағым бурыл шу деді. Сонда бурыл гуледі, табаны жерге тимеді, тау менен тасты өрледі. Түнектен шыққан тайбурыл көлденең жатқан көк тасты тіктеп тиген тұяғы саз балшықта иледі. Қарсы келген қабақтан қарғып басып жөнелді, сеңгір-сеңгір таулардан секірте басып жөнелді. Асқар-асқар белдерден, айдын шалқар көлдерден, тобылғылы нұрадан, сексеуілді жырадан жалғыз шауып жол шекті. Астына мінген бурыл ат жауатын күндей күркіреп, жаңбырдай тері сіркіреп, құбылып ойнап жер басты. Бурыл көкке секірді, омыраудан тергеп көпірді. Табаны тиіп түскен тас қызыл бас мылтық оғындай аспан көкке атылды. Тақиядай көрмеді үстіндегі батырды, арандай аузын ашады, аяғын топ-топ басады. Бір төбенің тозаңын бір төбеге қосады. Көбелек ұшпас көлсізден, құла мидай шөлдерден, адам жүрмес жерлерден, батпақтылай көлдерден, асқар-асқар белдерден жалғыз шауып жол шекті. Сол уақыттар болғанда белес-белес бел көрді, бел астында ел көрді. Тіктен шауып қалаға қобыл екем келе бұл жатыр, ағыны қатты бурылмен аңқытып келіп жолықты. Балалар, бұл жерде бурыл деген сөз қобыланды батырдың тұлпары деген мағынаны береді. Бағала. 3-ші тапсырма: жырда қобыланды батырдың тұлпары қалай сипатталған? Көркемдегіш тәсіл: әсірелеу, суреттелетін затты шамадан тыс асырып айту тәсілі. Бұл көркемдегіш тәсіл батырлар жырында, жырлаулардың шығармасында жиі қолданылады. Мысалы, балалар, көлденең жатқан көк тасты тіктеп тиген тұяғы саз балшықтай иледі. Жырда қобыланды батырдың тұлпары бурыл табаны жерге тимейтін, көлденең жатқан көк тасты саз балшықтай илейтін, жауатын күндей күркірейтін жүйрік ат ретінде сипатталады. Балалар, келесі 4-ші тапсырмаға назар аударыңыздар. Қайталап оқып әсерлеу тәсілін табыңдар. Балалар, бұл жерде сонда бурыл гүлдеді, табаны жерге тимеді. Бұл әсерлеу болады. Сеңгір-сеңгір таулардан секірте басып жөнелді. Эпитет болады. Асқар-асқар белдерден, айдын шалқар көлдерден, тобылғылы нұрадан, сексеуілді жырадан жалғыз шауып жол шекті. Эпитет болады. Тақиядай көрмеді үстіндегі батырды, арандай аузын ашады, аяғын топ-топ басады. Теңеу болады. 5-ші тапсырма: жырды оқығанда қандай сезімде болдың? Қысқаша жаз. Балалар, жырды оқығанда мақтаныш сезімі кернеді. Тайбурылдың жүйріктігіне, шапшаңдығына, күшіне таң қалдым. 6-шы тапсырма: тайбурылдың шабысын өзің таңдаған дауыс ырғағымен оқып көр. Балалар, олай болса, өздеріңіз оқып көріңіздер. Келесі, тыңда. 7-ші тапсырма: қобыланды батыр жырларынан үзінді тыңда. Үзіндіге қандай тақырып қояр едің? Балалар, мен қобыланды батыр жырларының үзіндісін тыңдап, оған қобыландының ерлігі деп тақырып қойдым. Сіздер де өз тақырыптарыңызды қойсаңыздар әбден болады.
Қорытындыла 8-ші тапсырма жырдағы тұлпардың бейнесін суретімен байланыстыра сипаттап айт. Балалар, жырдағы тұлпардың бейнесі бойы ұзын, тұяқтары қатты, басы үлкен, жігерлі, күшті, жалыны жерге тиетін қара тұлпар ат. Үй жұмысы: жырдың ұнаған шумақтарын жаттап ал. Осымен біздің балалар, бүгінгі сабағымыз аяқталды. Келесі жаңа сабақта кездескенше сау саламатта болыңыздар.